It is the dawn, just the beginning. Real fun for us is yet to come. We will explore Mars. Сәлем достар, сен жермен Мералин. Қатыгездік, қызықты шайқастар, трагедия, романтика, өкініш. Мұның бәрі Берсерк атты үздік сайнында. Сен дүниеге келмей тұрғанда 1997 жылдың 8 қазанында, менде жоқ екен ғой. Қара семсерші деген алғашқы аркадан бастап алып, 1998 жылдың 1 сәуірінде 25 сериямен аяқталады. Бұл аниме мен баяндайтын анимелер секілді нәзік, күлкілі емес. Терең тұңғиықта жатқан сол бір қара семсершінің мақсаты мен арманы жайлы болмақ. Оқиға бір ұстаның қара семсершіге қылыш жасап бергенінен басталады. Кейін ол бір қамалға барады. Жолай бір барға тоқтайды. Онда 4 сарбаздың бір қызды жәбірлеп жатқанын көреді. Қара қылышшы олардың 3-еуін өлтіріп, соңғы қалған 4-ші сарбазға «Черный мечник пришел, так и скажи», дейді. Бұл жаңалық министр мен қамал әміршісіне жетеді. Ал түнде басты кейіпкеріміз қорқынышты түс көріп шошып оянады. Және біз оның мойнындағы қан ағып тұратын бір түрлі белгіні көреміз. Әмірші министрмен сөйлесіп, қонағын өздерінше жақсы қарсы алмақ болып, бүкіл ауылды өртеп жібереді. Ауыл өртке оранып аласапыран орын алады. Сол сәтте қара қылышшы жалындаған оттан шығып келіп, әміршінің адамдарын өлтіреді. Қара қылышшы оның мойнындағы бекелет деген алқаны байқайды. Кейіпкеріміз онымен шайқасады да, арбалет садағымен оны жеңеді. Бірақ әмірші жылан кейпіндегі құбыжық екен. Басты кейіпкеріміз жеңілуіне сәл қалады. Бірақ соңында оның қаруының көмегімен екіге бөліп жібереді. Сөйтсе, бұл болған жайт басты кейіпкеріміздің алыстағы болашақ екен. Әрі қарай болатын оқиғалар қара қылышшының даму кезеңі. Негізгі оқиға бір қамалға шабуыл жасалынып жатқанынан басталады. Бір амбалмен шығуға ешкімнің рухы жетпейді. Бірақ сонда қара қылышшы барып, Базусо деген амбалдың секирасын сындырып, 2 соққымен оны өлтіреді. Ақшасын алып кетіп бара жатқан қара қылышшы: «Керек болса әкем, қолыңдан нахуй, блядь! Мен жай ғана бақытты болғым келеді!» деп кетіп қалады. Жолда қарақшылардың тобына ілігіп, жылдам қозғалыспен екеуін өлтіреді. Сонда Каска деген қыз барып онымен шайқасады. Бірақ кейіпкеріміз үшін ол да оңай. Сонда қарақшылардың басшысы Гриффит айқасты тоқтатып, өзі келеді де жылдамдықпен қара қылышшыны жеңеді. Есінен танған соң ол тағы да қорқынышты түс көреді. Оянса, ол бір лагерь екен. Шамасы әлгі қарақшылардың лагері болу керек. Сосын ол мұнда 2 күн ес-түссіз жатқанын біледі. Ал оған қоса Гатсты Каска өз денесімен жылдыпты. Сонда ол Гриффитпен жақын танысады. Әрі бізге кейіпкеріміздің есімі мәлім болады: Гатс. Гриффит оған оның сұңқар жасағының лагерінде екенін айтады. Сосын екеуі сөйлеседі. Гриффит одан жасаққа қосылуын сұрайды. Бірақ Гатс оған тек қана егер мені жеңсең дейді де, шайқас теңде-тең болып тұрады. Гатс 1-2 соққы жасаса да, соңында жеңіліп қалып, сұңқар жасағына қосылады. Түнде Гатсты жақтырмайтындар оған қастандық жасамақ болады. Бірақ Каска оларды қуып жібереді. Сосын Гатс Каскаға рахмет айтып, қылышын құшақтап ұйықтайды. Келесі күні сұңқар жасағының жаңа тапсырмасы басталады. Олар сарбаздардың лагеріне жорық жасайды да, жел қалған үйшіктерді өртеу үшін барлығын отқа орап кетеді. Бірақ олардың артынан бір топ сарбаздар барады. Гатс болса оларды тоқтата тұрып, олармен шайқасады. Әлі жетпей қалғанда Гриффит пен қалғандары келіп оны құтқарады. Артында келе жатқан сарбаздарға арнап тұзақ құрады да зеңбіректермен атқылайды. Солай сұңқар жасағы жеңісін тойлайды. Бірақ Гатс болса тойлауды көздемейді. Бірақ мынау Пиппин деген амбал оны күшпен алып кетеді де Гатс тойлауға келіседі. Ертеңіне ертеректе Гатс пен Гриффит сөйлесіп, бұның даңққа жетудегі жолының тек қана басы екенін айтады. Енді міне сұңқарлар тағы да тапсырмаға кірісті. Алайда шайқас барысында Гатстың көз алдында бала болған кезде есіне түседі. Сонда ол өзінің өгей әкесі Гамбиноны және оны қалай тәрбиелегенін есіне алады. Гатс шайқас алаңынан басқа ештеңе көрмей өскен. Оның өмірі толығымен шайқаспен өткен. Сол бір шайқаста Гамбино мүгедек болып қалады. Осының бәріне ол Гатсты кінәлайды. Оны асырап алған әйелі ол мүгедек болғанда қайтыс болған еді. Гамбино үшін Гатс оған берілген қарғыс. Бір күні ол Гатсты өлтірмек болады. Бірақ Гатс қорғанып жүріп оны өлтіріп алады. Барлығы жаралы Гатсты іздестіріп жатады. Сонда бізді қайтадан Гатстың өзіне келеді. Гриффит оны демеп жібереді. Ал сосын келгеніне 2 апта болған Гатсты командир қылып тағайындайды. Тағы бір сұңқарлардың жеңісі. Осындай оқиғалармен 3 жыл өтеді. Гриффит сері лауазымына ие болады. Серіні тағайындау салтанаты өтеді. Ал Гатс сол уақытта жауынгерлік дағдысын жақсартып дайындалады. Сұңқар жасағы арсеналға жорық жасайды. Бәрі сәтті өтеді. Бірде Гатс мұның тұзақ екенін біліп, Гриффитке шегіну керек екенін айтады. Солай қойма жарылады. Ал сұңқарлар Гатстың арқасында тірі қалады. Каска болса Гатсқа сенбегені үшін кешірім сұрайды. Сұңқар жасағы ендігі бір қамалды қоршауға алмақ болады. Бұл қолдарынан келеді.
Бірақ айқас барысында бұл қамалда 100 жылдан астам өмір сүріп келе жатқан аңызға айналған Зод есімді мүлдем жеңілмейтін жауынгер бар екен. Гатс Зодпен шайқасу үшін қамал ішіне кіреді. Жолда ол көптеген өліктерді байқайды. Сосын қамал түбінде Зодты кездестіреді. Гатс қыбжықты кездестіргенін түсінеді. Өз өмірін қоя отыра ол шайқасады да Зодтың қылышын кесіп түсіріп оған ауыр соққы береді. Ал ол болса Минотаврға айналып кетеді де Гатсқа жеңуге мүмкіндік қалдырмайды. Бірақ сол сәтте Гриффит келеді. Екеуі біріксе де оны жеңетіндей соққы бермей, қыбжықтың қолын ғана кеседі. Себебі Зодта адам сенгісіз регенерация бар еді. Қолы бір сәтте жазылып кетеді. Зод енді Гриффитті өлтірмек болғанда, мойнындағы бекелетті байқап, оларды жібереді де былай дейді. Гриффит мақсатына жете алмаған кезде Гатстың тағдырына өлім жазылған. Гриффит госпитальда жатыр. Министрлер оның халін білуге барады. Бұл әрине болашақ графтың сеніміне кіру үшін еді. Гатс та сол кезде досының жағдайын білгісі келіп еді. Каска оның қатыгезділігінен оны тоқтатып неге олай жасай беретінін сұрап жылайды. Кейінірек кейіпкерлер Зод жайлы әңгіме қозғайды. Сонда оларға Мидланд патшасы келіп, Гриффитті мақтайды. Оның ұялшақ қызы бар еді. Гриффит оны ұнатып қалғаны сөзсіз. Сосын Сұңқар жасағының кезекті тапсырмасы басталады. Мақсаты қамалды жаулап алу. Оңай болмайтыны анық. Себебі қамал қорғанысы өте берік. Өзеннен өтетін жалғыз жол көпір. Солай Гриффит командирдің көңілін өзіне қарата тұрады. Дәл сол кезде Гатс соққы жасағымен өзеннен өтіп, қамалдың артынан соққы береді. Солай екі жақтан келген шабуылдан қамал оңай алынады. Гриффитті граф етіп тағайындайды. Генерал болса бұған көңілі толмай, оған қастандық жасамақ болады. Бір күні аңшылық болады. Мұнда патша мен жоғары лауазымды адамдар болады. Әрине Гриффитте бар. Гриффитке арналған қастандықтың дайындығын бізге көрсетеді. Бірде бір қабан атып шыққанда Ханшайымның аты үркіп кетеді. Гриффит оны қуып жетеді. Алайда Гриффитті өлтірмек болған адам қолайлы уақытта графтың жүрегіне оқты тура атады. Сонда Гриффит Бекелеттің арқасында тірі қалады. Генерал болса одан әрі ашуға булығады. Сонда Гриффит Гатсқа генералды өлтіру тапсырмасын береді. Гатс генералды өлтіріп, оның баласы куәгер болғандықтан амалсыздан оны да өлтіреді. Алайда генералдың баласы оған өзінің Гамбиномен қылыштасқан кішкентай кезін есіне салады. Ол өзін құдды бір қыбжықтай көреді. Гатс Гриффитқа бармақ болады. Ол Ханшайыммен сөйлесіп тұрады. Сол сәтте ол Сұңқар жасағының оның күші, қаруы екенін айтады. Осы кезде Гатс екеуінің достығының шынайы екеніне күмәндана бастайды. Бұл жолғы жауымыз кім екен? Шайқас бізге таныс адаммен болады. Бұл әлгі бір осыған дейін Гриффитке 2 рет жеңілген капитан. Бұл жолы жеңіс оңай келмесі анық. Десе де шайқас сұңқарлардың пайдасымен аяқталады. Каска капитанмен бірге бір шығады. Алайда әлсіздігінен болып одан жеңіліп қалады. Гатс оны соңғы соққыдан құтқарып қалады. Сосын капитанмен шайқасқа түсіп оны жеңеді. Десе де Гатстың назары Каскада болғанда, капитан оқ атып бір оқпен 2 қоянды түсіреді. Екеуі өзенге түсіп кетеді. Кейінірек Гатс Касканың қызуы көтерілгенін түсініп, бұрын Каска істеген секілді оны өз денесімен жылытады. Сосын Каска оянады да мән-жайды сұрайды. Әңгімелесіп отырғанда Каска Сұңқар жасағына қалай түскенін айтады. Оның кішкентай кезінде де оңай болған жоқ. Гриффит оны өз мақсатында пайдаланбақ болған бір графтан құтқарады. Сол сәттен бастап Каска жасаққа қосылған. Каска Гриффиттің арманы үшін не бір нәрсеге баратынын жақсы біледі. Солай олаған тамсана бастайды. Касканың оқиғасы аяқталады. Ол Гатсқа Гриффиттің оған деген қарым-қатынасына қызғана қарайтынын айтады. Сосын олар кетіп бара жатқанда, оларға келген қалың қол бастаған капитанды көреді. Гатс оларды оңай жеңеді. Десе де капитан Самсам деген бауырын шақырады. Гатс амбалдармен алғаш рет шайқасып тұрған жоқ. Ол оны да оңай жеңеді. Гатс Каскаға қашуы керектігін айтып, өзі қалғандармен шайқасуға қалады. Осы кезде оның нағыз берсерк екені көрінеді. Қаншалықты ауыр жарақат алса да жауынгерлерді оңай жеңуде. Әйтсе де жауынгерлер азаяр емес. Каска құтылып үлгереді. Гатс ағаштың түбінде жүздеген өліктердің жанында отырады. Алайда ол өлмеген айдан анық. Себебі аниме басында бізге болашақтағы Гатсты көрсетеді. Гатс жазылып өз қалпына келеді. Ал түнде болса Каскамен сөйлеседі. Әңгіме барысында Гатс даналығын көрсетіп мағыналы сөз айтады. Қысқа айтқанда ол Сұңқар жасағынан кететіндігін айтады. Енді міне Сұңқарлар өте маңызды тапсырмаға келеді. Мықты қамалды жаулап алу. Ол қамалды бір қызыл күрең мүйіз тұмсық деген жасақ күзетеді. Шайқас жоспар бойынша өтеді. Сұңқарлар артқа шегінгенде губернатор Гриффитті тірі ұстап, олардың артынан баруын бұйырады. Алайда бұның тұзақ екенін генерал біліп тұрады. Десе де бұйрыққа бағынады. Сол кезде Гриффиттің жасағы мен Гатстың жасағы өзен бойында қызыл күрең мүйіз тұмсық жасағымен шайқасып жатқанда, қамалға Касканың жасағы барады. Каска өлмейтін капитанымызды кездестіреді. Сосын оны әйтеуір жеңеді. Ал Гатс болса генералмен шайқасып жатады. Бірақ қылышы сынып, жеңіліске ұшырауға сәл қалғанда, оларды бақылап тұрған Зод Гатсқа қылышын лақтырады. Солай Гатс оны жеңеді. Ал губернатор болса Гриффиттің қолынан өледі. Неге губернатор Гриффитке жабысып қалды десеңдер, бұл екеуі бұрын болған. Десе де Гриффит бұны ақша үшін жасаған. Ал губернатор оны шын жақсы көріп қалған еді. Мидланд патшалығы үлкен жеңісті тойлайды. Ал патшайым болса Гриффитке қарсы жоспар жасайды. Сол мерекеде Гриффитке у қосылған шарап береді.
патшайым жеңісін тойлай бастайды. Десе де патшайымға қызмет жасайтын министр оларды сатып кетеді. Және де патшайым мен қалғандары тұрған жер отқа оранады. Мұның бәрін министр оның қызын ұрлап кетіп, бопсалағаннан істейді. Ал әлгі у болса жай ғана ұйықтататын қоспа екен. Патшайымның қазасынан кейін Гатс түнде бір жолата кетпек болады. Каска оны тоқтатпақ болады. Сонда оның достары Каскаға қосылады. Бірақ та Гатс жай ғана Гриффиттің арманының орындалуындағы құрал болғысы келмейді. Кетіп бара жатқанда сұңқарлар мен Гриффит оны тоқтатады. Сонда Гриффит бұрынғы айтқан «Сен маған тиесілісің» деген сөзін есіне салып, егер де жеңсең ғана менен құтыласың дейді. Осы бір қызықты сәтте Гатс 3 жыл бұрынғы шайқасты есіне алады. Сосын Гриффит атылып шабуылдағанда бір соққы беріп оның қылышын сындырады. Көңілсіз Гриффит ханшайымға барады. Сосын ханшайымды бұл енді өзінің настроениесін кішкене көтеру үшін шығар. Ал кейінірек оны қамал күзетшілері ұстап алады. Гатс сол уақытта тәжірибе жинап жүреді. Осы оқиғалардан бір жыл өтеді. Гатс Годо деген ұстаға қылыш жасап беруін өтінеді. Годо болса бұл қылыштың иесінің мақсаты жоқ деп, қылышты аяйтынын айтады. Гатс жолға енді аттанбақ болғанда маңызды жаңалықты естиді. Сұңқар жасағы әлдеқашан әлсіреп қалған екен. Ал Гриффит түрмеге жабылып азап шегіп жатыр екен. Қалған сұңқар жасағына түнде шабуыл жасалынады. Лагерь отқа оранады. Каска жеңілуіне аз қалады. Алайда сонда Гатс келеді. Сол кезде Гатсқа мән-жайды түсіндіреді. Ол кеткеннен кейін Гриффит түрмеге түсіп, сұңқар жасаған Мидланд әскері құртпақ болады. Сол кезден тірі қалғаны ендігі Гриффитті құтқармақ болады. Каска мен Гатс сөйлесіп тұрады. Бірде Каска болған нәрсенің бәріне шыдамай, жардан құлай салады. Бірақ Гатс оны құтқарады. Ал сосын Каска оны жақсы көретінін айтады. Гатс және қалғандары Гриффитке барғанда, оның тілін кесіп алғанын әрі басқа да азаптаулар жүргізгенін біледі. Гатс ашуға болып жолындағысының бәрін қырып жояды. Гриффитті алып кеткенімен де оның артынан әскерлер қалмайды. Бірде Гриффитті біреу ұстап алып мазақ еткенде, Гатс бар күшімен оны өлтіреді. Мүгедек Гриффит бұрынғы өзін көріп, арба тиеген жылқымен шаба кетеді. Сосын ол құлап түсіп, өзі қойған мақсатқа жете алмағанын біліп, бұның соңы екенін түсінеді де өзін өлтірмек болады. Алайда ол Бихелитті көреді де бәрі бітпегенін түсінеді. Жасақ келіп жеткенде тұтылу басталады да Бихелиттің формасы өзгеріп, жан-жақта құбыжықтар пайда болады. Ал әлем құдды бір тозаққа айналғандай болады. Сонда Тәңір алақаны пайда болады. Гриффиттің алақанының мүшесі екенін айтады. Түсінбей қалсаңдар, бұл Длани Господня. Ал Гриффиттің тағдыры болса, Бихелит берілгелі бері шешіліп қойғандығын айтылады. Ал енді Тәңір алақанының күшіне жету үшін ол өзінің сұңқарларын құрбан шалуы керек. Гриффит өзінің өткенін көріп, құрбандықпен келіседі. Жасақ мүшелерінің барлығына бір белгі қойылады да құрбандық басталады. Барлығы құбыжықтардың қолынан өле бастайды. Ал енді Гриффит 5-ші Тәңір алақанына айналып, Фемто атанады. Ал анименің соңы болса, Фемтоның Касканы зорлауымен, Гатстың қиналуымен аяқталады. Бұл видеоның соңы болса да шығарманың соңы емес. Әрі қарай оқиға қалай жалғасқан мангасынан көруге кеңес беремін. Немесе мынадай бір түрлі адаптациясын көре беріңдер. Қорытынды. Қорытындыны бастамас бұрын бір нәрсе айта кетейін. Мен, в общем, Берсеркті кеше ғана көресің ғой сол. Кеше ғана көріп сол баяндағасың ғой сол. Жақсы, бастапқыда Гриффиттің көзіне ғашық болған Гатс оның ханшайымға бір айтқан сөздерінен соң айнып қалады да басқа жолмен өзі кетеді. Гатстың орнында болсам мен де солай жасар едім. Өйткені Гриффиттің арманын жүзеге асырудағы көлеңкеден қарағанда бостандықта өзіңмен өзің өмір сүрген артық емес пе? Жалпы анименің мақсаты не? Менің түсінігім бойынша, адам өзінің досын, жақын болатын адамын, өмірдегі жолын өз көзқарасында өзінің қалауымен өзі таңдау керек. Оған қоса қоя білген арман жай ғана фантазия емес, болашақта жүзеге асатын түрлі мақсаттардан құралған нақты бір шың болуы қажет. Ал егер сен арманың әлсіз мақсаттардан құралса, сені Гриффиттің тағдыры күтіп тұр. Философ болып кеттім ойым. Қысқасы анимеге баға 10-нан 1000. Осындай шедеврдің авторы шығармасын соңына жеткізе алмай қайтыс болса да, аты ешқашан өлмейтіні анық. Арнаға тіркел. Әрине лайкты ұмытпа. Сау.